Сәлем баршаңызға, менің есімім Алтынай. Бүгін біз ауылда табада пісетін нанды бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Алдымен ұнға тұзды және дрожжды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне жылы суды құйып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз дайын, оны тез көтерілу үшін күннің көзіне қойып қойдым. Бір көтерілгеннен кейін тағы да осылай қатар болсаңыздар болады, себебі нанымыз әдемі үлкен болып шығу үшін. Қамырымыз екінші рет көтерілем дегенше мен сыртқа шығып, осылай тезектерді алдын ала дайындап алдым. Екі жағына табаны қойып қыздырып, қыздырылған табаны алып, ішін жақсылап сүртіп, құйрық маймен жақсылап майлап алып, бір зуаласын осылай табанның ішіне орналастырдым. Және бетіне қақпағын шауып, солай табаны алып шоқтың үстіне орналастырдым. Бұрын кішкентай кезімізде ыстық нанның ортасына май жағып жегенді өте жақсы көретін едік. Сол дәмді қайтадан сағынып, осы нанды жасаған болатынмын. Міне біздің нанымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және каналыма тіркеліп кетіңіздер.